Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар, құрметті аналар. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз үлгілі оқушы синдромы, яғни орысша айтқанда синдром отличника. Сонымен қатар перфекционизмнен қалай арылуға болады. Үлгілі оқушы ол ата-ананың мақтанышы, мектептің, сыныптың бетке ұстар, үлгі тұтар айнасы десек болады. Қандай да бір үздік оқушы егер бестікті мақсат қоймаса, кез келген өмірдегі, кез келген жарыстардағы жеңілісті тура қабылдай алады. Ал енді осы үздік оқушының екінші түрі бар. Ол өзі жеткен жетістіктен құлап қалуға қорқатын оқушылар. Олар мейлі мектепте оқысын, мейлі колледж, университет оқысын, кез келген жерде өзінің жеткен жетістігіне, өзінің бағындырған шыңынан құлап қалудан қорқады. Егер де олар өмірдегі сәтсіздіктерге ұшырап жатса, олар сенімсіз, өзіне сенімсіз болғандықтан құлап жатады, оны мойындағысы келмейді. Сонымен қатар ол баланың жүйке жүйесіне де кері әсерін тигізіп жатады. Ондай адамдар тез ашуланғыш, өкпелегіш, өзінен басқаларды кінәлағыш келеді. Сонымен қатар болмайтын нәрсеге оны мақтамаса, қапаланғыш, көңіліне алып қалғыш, көңілшек болып келеді. Және де сонымен қатар үздік оқушы өзін басқа сыныптастарынан алшақтап ұстайды, бөлек ұстайды. Себебі ол кілең-бес оқиды, өзін басқаша ұстайды, өзімен қатарластарымен араласқысы келмей, достарынан алшақтай бастайды. Бұл да перфекционизмнің бір түрі. Балаға ескерту керек, өмір деген ол тек қана сәтті жақтардан емес, сәтсіздіктерден де тұрады. Ақпен қара, жаман, жақсы деген сияқты өмір сәтті және сәтсіз болып, сәттіліктен, сәтсіздіктен құралады. Осы сәтсіздікке ұшырап жатса, перфекционист балалар, яғни үздік оқушының екінші түріндегі адамдар сәтсіздікке ұшырап жатса, оны қабылдай алмай жатады. Өзіне көңілі толмайды, айналасына көңілі толмайды, жеткен жетістігіне что-то не так деп сенімсіз болып тұрады, бастығына, жұмысына көңілі толмай, барлығын кінәлағыш, өзі ғана керемет адам сезініп жүреді. Бұл перфекционист адамдар тек қана табысты көздейді, табысқа қандай да кез келген жолмен жетуді ойлайды, және перфекционист адамдар өзіне айтылған сынды қабылдай алмайды. Сонымен қатар ол өзінің қателіктерін жіпке тізіп ұстап жүреді, кеудесінде ұстап жүреді өзінің қателіктерін. Лишь бы осы қателікке ұрынып қалмайын деген сияқты ой санасында сол қателіктері ғана тұратын болады. Енді синдром отличника қалай пайда болады? Синдром отличникаға тап келетін балалар, ол ата-анасы жете алмаған, ата-анасы айтады, мен жете алмаған жетістікке сен жет, сен қалай да осындай болуың керек деп алдына ата-ананың мақсаты үшін ғана жақсы оқуға тырысады. Осы кезде балаға мектепте өте қиын болады. Өйткені себебі ата-ананың махаббатына бөлену үшін, ата-ананың жақсы сөзін есту үшін ғана қатты тырысып оқиды. Егер бала оны санасында қабылдағысы келмесе, оны қатты қинап жібереді. Осы жағынан да балалар көбінесе мектепте қиналып жатады. Қанша тырысса да ол түсінбейді, миына ұқпайды. Сонда да әйтеуір застарание деп мұғалімдер қойып беріп жатады. Осы баға үшін, тек қана бағаны ойлап, баға үшін тырысып оқитын балалар кейбір кезде өзінің самооценкасын жоғалтып алады. Ол деген өзіне өзі сенімсіз деген сөз. Осы перфекционизмнен қалай арылуға болады? Ең алдымен баға ол тек қана мектепте емес, өмірде де баға қойылатынын айтып ескерту. Және ол баға баланың көңіл күйіне әсер етпеу керек. Мейлі ол 2 алса мұңайып, 5 алса қуанып, екі түрлі эмоцияда жүргені дұрыс емес. Қандай баға алса да, сол бағаны қалыпты эмоцияда қабылдау керек. Баға ол таңба.
тек қана математикалық таңба. Және ол баға 5 алса да, 2 алса да, жақсы баға болса да, жаман баға болса да, ол ешқашан баланы өзгертпеу керек. Жақсы баға алса, басқаша өзін ұстап, басқаша көрсетіп, жаман баға алса, өзін төмендетудің қажеті жоқ. Қандай баға алса да, мейлі ол 2 алсын, 3 алсын, 4 алсын, 5 алсын, бір қалыпта қабылдау керек. Екінші, ол қандай баға алып жатса да, балаңыз қандай баға алып келіп жатса да, мейлі ол 2 алсын, 5 алсын, оны жақсы көретініңізді, оны қолдайтыныңызды, оны бағалайтыныңызды айтасыз. Және оның ойын, көзқарасын, өмірлік ұстанымын тыңдап, түсінуге тырысыңыз. Және оның хоббиін табуға тырысыңыз. Сол хоббиін іске асырып, одан ләззат алуына болатын айтуыңызға болады. Үшінші, бала қаласа да, қаламаса да, үйірмелерге, кез келген үйірмелерге, оның жаны қаламаса, оның өзінің қабілеті болмаса да, ата-аналар біз үйірмеге жаза береміз. Бала оны қаламайды, ерінеді, барғысы келмейді, қиналып, әйтеуір мен ақша төлеп жатырмын, сен адам болсын деп үйірмеге жазып жатырмын деген сияқты убеждениелер айтудың қажеті жоқ. Ол бала егер оған ынты-шынтысымен, өз жан жүрегімен қаламаса, оны үйірмеге жазып, қандай да бір үйірмеге тықпалаудың қажеті жоқ. Оның орнына баланың қажеттілігін тыңдап, не қалайсың, немен айналысқан сенің жаныңды тыныштандырады, баланың өз қалауын орындау керек. Сонымен қатар бала үйірме, неше түрлі үйірмелерге жазу баланың балалық шағын ұрлайды. Бала ол бала. Бала болғысы келеді, балалық шағын дұрыс өткізгісі келеді. Сол себептен балалық шақ ешқашан орны толмас бос орын болып қалады. Үлкейген кезде ол балалық шағын өткізбесе, балалық шағын толтырмаса, ол үлкейген кезде ол балалық шақ сол күйі пустой болып қалады. Соны аңсайды. Үлкейген кезде де ата-анасымен келіспеушіліктер болып жатады, ренжігіштер болып жатады, сөзге келіп жатады деген сияқты. Есейген кезде ата-ана мен баланың арасындағы дау-жанжал осыдан пайда болады. Егер балаңыз өзіне сенімді, өзіне көңіл толатын, без комплексов бала болып өссін десеңіз, оны бағаға тәуелді болмауын айтыңыз.